Сәлем баршаңызға. Қазіргі таңда хит болып жатқан жүрекші пирогтың рецептімен бөлісетін боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі тез дайындалатын пирогтардың бірі. Ал ендеше бастаймыз. Жұмыртқамызды, сосын қантымызды салып, жақсылап аппақ болғанша массамыз миксерлеп алатын боламыз. Мына жұмыртқамыз, қантымыз еріп, аппақ болып шықты. Сосын сұйық майымызды, жылы сүтімізді құйып, тағы да миксерлеп алатын боламын. Енді бізге ұнымыз керек болады. Ұнымызды ұнелегіштің көмегімен елеп өткізіп, сосын бізге разрыхитель қажет болады. 1 чайный ложка разрыхителімізді салып, ұнымызды да барлығын бір келкі болғанша массамызды миксерлеп алатын боламыз. Сосын формамызды майлап, массамызды құйып алатын боламыз. Бір тегіс етіп. Мен Қазақстан шоколадынан пайдаландым. Сіздер де Қазақстан шоколадын ертіп, осы маған ұқсап істеп шықсаңыздар, өте дәм ерекше болып шығатын пирогтардың бірі. Барлығын дөңгелектеп құйып шықтым. Сосын бізге шпажкидің көмегімен жүрекшелерді сызып шықтым. Ал ендеше міне көріңіздер. Сіздер де істеңіздер, өте оңай, әрі тез дайындалады, дәмі де ерекше болып шығады. Міне 180 градуста 20-25 минут арасында пісіп шықты. Өте жұмсақ болып шығады. Міне сіздерге қазір мен көрсететін болам. Көтерілгенін де көрсеңіздер қалай, өте керемет болып көтеріледі. Енді кесіп көрсетейін сіздерге. Міне қараңыздаршы, өте жұмсақ әрі нәп-нәзік, үлпілдек болып шығатын біздің жүрекше пирогымыз. Сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар.